Жеке тұлғалардың мүлік салығын төлеу мерзіміне бір айдан аз уақыт қалды. Жылжымайтын мүлік пен жер учаскелерінің иелері 2022 жылға арналған мүлік салығын ағымдағы жылдың 1 қазанына дейін төлеуі тиіс. Бұл салық түрі мүлік салығы және жер салығынан тұрады. Азаматтарға ыңғайлы болу үшін екеуі бір төлем жүйесіне біріктірілген. Азаматтардың жеңілдігі бар санаттары салықтың бұл түрін төлеуден босатылған. Мәліметтерді мемлекеттік кірістер комитетінің сайтынан көруге болады. Можно посмотреть через ЕСалык Азамат в разделе предстоящие платежи. Е-салық азамат қосымшасы арқылы алдағы төлемдер бөлімінде есептелген салық сомасын көріп, өзіңіз төлей аласыз. Бірнеше жол арқылы төлеуге болады. Ең қолжетімдісі банктердің мобильді қосымшалары. Салық әмияныңызды толтыра отырып, Е-салық азамат қосымшасы арқылы да төлей аласыз. Дәстүрлі түрде екінші деңгейлі банктер немесе Қазпошта арқылы. Сонымен қатар мемлекеттік кірістер комитетінің веб-сайты немесе электрондық үкімет порталы арқылы да төлеуге болады. Через сайт комитета госдоходов или через портал электронного правительства. Облыс бойынша мүлік салығының қарыз мөлшері шамамен 86 миллион теңгені құрайды. Алайда тұрғындарға міндеттерді уақытылы орындауға кеңес беріледі. Өйткені айыппұл өндіріліп немесе іс жеке сот орындаушыларына беріледі. Ондай жағдайда қарыз сомасына қосымша төлем қосылатын болады. Жанасыл Серпіл, Валентина Леонова, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.